Сәлеметсіздер ме? Есімім Салтанат. Менің каналыма қош келдіңіздер. Каналға міндетті түрде тіркеліп алыңыздар. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ал бүгін өте дәмді, дайындалуы оңай кекстер пісіреміз. Бізге қажет ингредиенттер: жұмсақ сары май, қант, жұмыртқа, ұн, қопсытқыш және де аз ғана ванилин, сүзбе, яғни творог. Сүзбені қоспай дайындасаңыз да болады. Міндетті түрде таразы қолданамыз және миксер қажет болады. Ең алдымен ұнымызға аз ғана ванилин және қопсытқыш қосып мұқият араластырамыз. Жұмсақ сары майға қант қосып миксерлейміз. Осы жерде ваниль қантын қоссаңыз болады. 2-3 минут масса ағарғанша миксерлейміз. Кейін бір-бірден жұмыртқамызды қосып мұқият араластырамыз. Енді қопсытқыш қосылған ұнымызды қосамыз. Оның жан-жаққа шашырамау үшін ең алдымен миксерді қоспай, оның венчиктерімен араластырамыз, кейін қосып миксерлейміз. Енді сүзбемізді қосып миксермен араластырамыз. Бірнеше рет сүзбе қоспай дайындап көрдім. Өте дәмді, жұп-жұмсақ ванильді кекстер шығады. Бұл базалық рецепт, салмасын өзгерту арқылы неше түрлі кекстер дайындауға болады. Мысалға, мейіз, яғни изюм, лимон цедрасы, шоколад бөліктері, жаңғақтар немесе қатырылған жидектер. 170-175 градуста 22-25 минутта пісіп шығады. Піскенін ағаш таяқшамен тексеріңіз, құрғақ болып шығуы қажет. Өте дәмді, ауызда ериді, жұп-жұмсақ, үлпілдек. Міндетті түрде дайындап көріңіз, ингредиенттері қарапайым, дайындалуы әдеттегідей оңай. Менде осы порциядан 24 данасы шықты. Сіздің кекстер пісіретін формаңызға байланысты одан азырақ, көбірек шығуы да мүмкін. Видеоны соңына дейін қарағаныңызға рахмет. Жақсылықта жүздескенше.